адамнан, сосын одан жұбайын Хауа анамызды жараттық. Сосын сендерді халықтар қылдық, рулар қылдық. Не үшін? Литаарафу, бір-бірлеріңді ғұрып тұрғысынан ерекшеліктеріңді тануларың үшін. Қазақтарда бұлай екен ғой, қырғыздарда бұлай екен ғой, тәжіктерде бұлай екен ғой, өзбектерде бұлай екен ғой деген ерекшеліктер. Далада қаншама түрлі гүлдер тұрса, тура сол нәрсе ғана ол. Дизайн, болмыстық, табиғаттағы. Бірақ мақтануыма бола ма десем, мақтануға мүлде болмайды дейді. Онда мен немен мақтанам? Мен мақтанғым келеді деймін. Адамның ішінде сондай әлсіздік бар дейді да. Мен ерекшеленгім келеді бәрібір. Мен қазақ, анау қырғыздан, анау өзбектен, ана немістен, ана араптан ерекшеленгім кеп тұр, Раббым дейтін болсам, Алла тағала айтады, жақсы, бұны да қарастырып қойдық дейді. Ол не? Инна акрамакум индаллахи атқакум. Ей қазақ, басқа ұлттардан салыстырғанда Алладан ең қорқатын болсаң, онда ең ардақтысың. Басқа жолы жоқ.